Шуақты жол. 15 жасымда Құдайды танып, кешірім сұрап, тура жолға салуды сұрадым. Жолыма шуақ шашса, өмірдің мәнін түсінсем деп тіледім. 4 жылдан кейін христиан дінін қабылдап, адамдарға уағыз айта бастадым. Өзімді тапқандай болдым. Шешендік өнерім мен діни сауатым шапшаң дамыды. Бірнеше жылдан кейін бір оқыс оқиға болды. Сол кезде дұрыс жолда екеніме тағы да көзім жете түсті. Сол бір жексенбі күні ерекше дейтіндей ештеңе жоқ еді. Калифорниядағы қарапайым бір шіркеуге сөз сөйлеуге келдім. Әлемнің түкпір-түкпірін шарлап жүретін мен үшін бұл кездесудің ерекшелігі. Сол жолы үйдің қасындағы шіркеуге бардым. Анахаймдағы христиандардың шіркеуі біздің үйдің маңында орналасқан. Мүгедектер арбасымен шіркеуге кіргенімде хор айтылып, діни қызмет басталды. Үлкен шіркеу жамағатқа тола екен. Соларға қарап сахнаға шығуға ойша дайындала бастадым. Бұл шіркеуге уағыз айтуға алғаш рет бірінші рет келіп тұрған соң, мені мұнда танитын адам бар-ау деп те ойламаппын. Бір кезде біреу ник-ник деп айғайлайды. Бөтен дауыс мені шақырып жатыр деп те ойлаған жоқ. Бұрылып едім, маған қол бұлғап тұрған қартты көрдім. Ник, бері қарашы деп әлгі кісі тағы айғайлайды. Қарап ем, жанында тұрған жас жігітті нұсқап көрсетті. Қолында көтерген баласы бар екен. Шіркеуде адам көп болғандықтан нәрестенің күлкісін, шашын және мөлдіреген көзін ғана байқай алдым. Ер адам мені көрсін дегендей баланы жоғары көтерді. Дәл сол сәтте тұла бойымды ерекше сезім биледі. Тізем болғанда қалтырайтын еді. 6 айлық нәресте тура мен секілді екен. Қол-аяғы жоқ. Тіпті менікінде 2 саусағы бар аяққа ұқсас мүшесі де жоқ. Ер адамның баланы не үшін маған көрсеткісі келгенін түсіндім. Кейіннен ол баланың есімі Даниэл Мартинес екенін, ата-анасы Крис пен Патти екенін білдім. Сахнаға шығу үшін дайындалу қажет еді. Алайда Даниэлді көргенде өзімнің бала күнім есіме түсіп, қатты толқып, булығып қалдым. Бала мен ата-анасы қатты жаным ашыды. Өз өміріндегі қиындықтарды ойладым. Әлгі нәрестені де менің жүріп өткен жолым күтіп тұр еді. Мен оның жанын түсінемін. Ол енді ғана қадам жасайтын мүгедек жанның маңайында жазылған өмір өтпелінің өтіп қойдым деп ойладым. Даниэлге қарап тұрып, екеуара терең байланысты сездім. Ұмыт бола бастаған сенімсіздік, өзімді кем санау және жалғыздық сезімі бойымды қайта шырмап алды. Дем ала алмай отқа түскендей күй кештім. Басым айналды. Бұл қарапайым толқыныс емес еді. Менің жаным қайтадан бала кейпіне еніп кеткендей болды. Осыдан кейін ғана көңілім орнығып, жаным тынышталды. Бала күнінде маған жол көрсететін немесе көмек беретін өзім сияқты адам болмады. Ал Даниэл енді маған қарап өседі. Мен оған көмектесе аламын. Менің ата-анам оның ата-анасына қол ұшын бере алады. Оған мен өткен жолға түсудің еш қажеті жоқ. Мүмкін мен оны өзім бастап кешкен сөзім атаулыдан аман алып қалатын шығармын. Қол-аяқсыз өмір сүрудің қиындығы бір адамдай білемін және оны жеңдім деп те айта аламын. Өз жолымды табуға маған ештеңе кедергі бола алған жоқ. Төңірегімдегі шабыттандырып, жігерлендіріп, жүрегіммен дән ризамын. Дүниені төңкермесем де өмірім зая өтпейтінін білемін. Бұл сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Мәнсіз өмір үміт сыйлайды. Үмітсіз өмір сенім сыйламайды. Егер сіз өміріңіздің мәнін таба алсаңыз, онда үміт те сенім де серігіңіз болады. Үміт те сенім де сізді жарқын болашаққа жетелейді. Мен шіркеуге адамдарды рухтандыру үшін келдім. Адамдар мен сияқты аяқ-қолсыз сәбиді көргенде қол шапалақтап қошемет, құрмет көрсетті. Демек бұл адамдардың мүгедек жандарға деген
көзқарасы өзгерте алғанымның жарқын дәлелі. Осы оқиғаның өте ерекше болғаны соншалық бойымды шарпыған сезімді көпшілік алдында ағымнан жарылып айтқым келді. Даниэлді оның ата-анасын сахнаға шақырдым. Өмірде кездейсоқтық деген болмайды. Әрбір қадам Құдайдың жоспары. Дәл мен сияқты баланы біздің шіркеуге келгені кездейсоқ жағдай емес. Бұл сөзді айтып жатқанымда Даниэл сәби күлкісімен көпті баурады. Әкесі нәрестені екі қолымен жоғары көтергенде зал тынып қалды. Бөбектің дене бітімін көргенде бәрі жылады. Өскінген дауыстар да естіліп жатты. Мен сирек жылаймын, бірақ барлығы жылаған кезде мен де толқыдым. Кешке үйде бір ауыз тіл қатпадым. Сол бала туралы, оның жасындағы кезім жайында ойландым. Есейе келе оның сезінетін сезімін, оны күтіп тұрған қатыгездік пен сынақ жайында ойландым. Оның қиналатынын білдім және жаным ашыды. Бірақ екі үйдің ата-анасы бар, мен бармын, бәріміз бірлессек, оның жүгі жеңілдейтіні анық. Оған болашақта үміт ұшқынын сыйлайтынымды да сездім. Ата-анам да менімен бірге осы жолда жүріп келе жатыр. Оларға да ешкім көмектескен жоқ. Ал Даниэлдің отбасына ата-анамның қуана жәрдем беретініне сенемін.